Сәлеметсіздер ме? Бүгін бізде сүлікте ата келді. Бізде атаға аяғына сүлік қойын деп жатырмыз. Тура осы точкаға қоямыз. Ата аяғым жаурайды дейді. Еш қызымайды деп сонымен жалбы қып отыр. Или мына точкаға қою керек. Осы точкаға, или мына точкаға. Жүректің несі болса. Көбінесе аяқ не үшін мұздайды? Жүректе жақсы қан циркуляция жақсы жүрмесе, соның есебінен мұздайды аяқ. Или мына точкаға қоямыз. Немесе мына точкаға қоямыз. Бұл екеуі де қатты жерлер. Ондай қатты жерлерге сүлікті қою да оңай емес. Аяқ мұздайды. Мұздайтын өзі көрініп тұр. Неге дегенде, мұндай не жоқ та? Құрғақ. Терісі де құрғақ. Көріп жатсыздар ғой. Құрғақ болып жатырмын. Бүйтсеңіздің түсіп жатырмын жерге. Соның есебінде де. Мұздайтын есебінде. Сосын, міне. Аяқтардың араларын көрдіңіздер ме? Терілерін. Бұл аяққа да тура соны. Или осы точкаға қоямыз. Тура осы точкаға. Или осы точкаға қоямыз. Точкаға қоямыз қазір. Қараңыздар. Лайк басып отырыңыздар, бекер отырмайын. Бізде міне жаңағы көрсеткен точкам бар еді ғой. Тура сол точкаға міне қойып жатырмыз, жайлап. Тура осы екі аяқтың бас саусақпен, мынау екінші саусақ бар, ортаншы саусақ, соның ортасына қойылады. Соның ортасына қойылған сүліктер жақсы не алады. Көрдіңіздер, біреу жабысты. Жабысқан жоқ. Міне көрдіңіздер ғой, қалай жабысқан. Міне тура міне екі мысалға мына саусақпен мына саусақтың ортасы. Міне сүйекке жақын болмау керек. Мына саусақтың, мынау бас саусақтың несі сүйегі. Мынау екінші саусақтың сүйегі. Сүйекке жақын болмау керек. Сүлікті ешқашан үйтіп қоймау керек. Кейін тағы да аяқ не үшін мұздайды деп, егер сіздерге қызық болса айтып өтейін мен. Аяқ қолдың сұп-суық болып жүруі рино атты қауіпті аурудың белгісі болуы мүмкін. Ол ұсақ артериялардың зақымдауынан адамның қолдары көгеріп, мұздай болып жүреді. Сонымен қатар суық қолдар қан айналымы мен қан қысымының дұрыс болмауына байланысты. Соның үшін өздеріңізді күтіңіздер. Енді Құдай қаласа екінші сүлігімізді қоямыз. Міне екінші сүлігімізде жабысты. Қараңыздар, бұл да тура сондай. Міне екі ненің саусақтың ортасында болып тұр. Міне бас саусақ, екінші саусақ. Міне мынау бас саусақтың сүйегі, мынау екінші саусақтың сүйегі. Сүйекке жақын алмау керек, ортасында. Ортасы точкасы болады. Бұл точка жүрек қан тамырларына циркуляцияны жақсы жүргізеді. Сол жүрек қан тамырларының циркуляциясы жақсы жүрсе, сонда аяқ жайлап жылынады. Мінесе тағы да не үшін аяқ қол мұздайды дегенде, нервтен де болады. Сосын қозғалыс болмаған кезде, қозғалыс болмай жата береді ғой. Сол кезде де осындай мұздап қалады. Міне енді бас саусақ пен екінші саусақтың ортасына сүлік қойылды ғой. Аяқ мұздайды дегенге. Мынаған да қойылды, мынауысына да қойылды. Енді осыны аяқ қол мұздағаннан кейін бәрібір астына сонда да бір массаж істеп көрсетейін деген ғой. Мұздамау үшін. Мен әдейі мына жерлерге сызып қойдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Кейін мұны точканы өтіп қызартамыз. Бұл да септігін тигізеді. Жүрек қан тамырды жақсылайды. Екіншісіне қараңыз. Тура сондай. Үшісінен де
онысы дана. Турсы сызғанға не қылып.